Қазақ хандығы. Қазақ хандығының құрылуы. Қазақ хандығы құрылуының алғышарттары. Қазақ хандығының құрылуы 15-ші ғасырдың екінші жартысында құлдырауды бастан кешірген екі мемлекет Әбілқайыр хандығы, көшпелі өзбектер мемлекеті мен Моғолстанның ішкі саяси жағдайымен байланысты болды. Қазақ мемлекетінің құрылуы Керей мен Жәнібек сұлтандардың есімдерімен байланысты. Қазақ мемлекетінің құрылу үдерісі. Керей мен Жәнібек сұлтандар батыс жетісу жері Қозыбасыда Қазақ хандығының ұлттық туын тікті. Осы үдеріске мынадай факторлар әсер етті. Әбілқайыр хандығы мен Моғолстан хандығының күш-қуаты әлсіреп, күйреу дәрежесіне жетті. Рулар мен тайпалар көсемдерінің арасындағы өзара талас-тартыстар толастамады. Қазақ тайпалар мен руларын мемлекет етіп біріктіру міндеті алға тартылды. Керей мен Жәнібек сұлтандардың жетісуға ойысуының себептері. Әбілқайыр ханның 1457 жылы ойраттардан жеңілуі. Әбілқайырдың салықты өсіруі. Өзара қырқыстар, басшының жағымсыз қасиеттері және билеушінің кек алуынан туындаған қауіп. Халықтың басым бөлігі Керей, Жәнібекпен бірге батыс жетісуға көшіп кетті. Моғолстан ханы Есенбұғаның сұлтандарға достық көзқарасының себептері. Есенбұғаның сол кезде солтүстік көршілерінің жылжуына қарсы тұрарлықта мүмкіндігі болмады. Есенбұға өзінің иеліктерін қазақ сұлтандарының Әбілқайыр ханнан және ойраттардан қорғай алатынына сенді. Есенбұға өз билігін нығайту мақсатында Керей мен Жәнібектің келуін жақсылыққа жорыды. Есенбұға мәртебелі ханзадаларды игі ниетпен және құрметпен қарсы алып, оларға Моғолстанның батыс бөлігін, Шу мен Талас өзендері алқаптарын берді. Әбілқайыр хандығынан келушілер саны 200 мың адамға жетті. 1457 жылы Керей мен Жәнібек Қозыбасы мен Шуға келіп қоныстанды. Солтүстіктен басталған біздің жолымыз Жетісудың құнарлы жерлеріне, Шу мен Таласқа алып келеді. 1465 жылы Керей хан сайланып, Қазақ хандығы құрылды. Шу мен Талас алқаптарында 1465 жылы Қазақ хандығы жарияланды. Оның алғашқы ханы Керей, ордасы Қозыбасы болды. 2015 жылы Ұлы далада құрылған Қазақ хандығының 550 жылдығы атап өтілді. 1468 жылы Әбілқайырдың Моғолстанға жорықта қайтыс болғанын Махмуд ибн Уәлидің шығармасында айтылған. Әбілқайыр өлімінен кейін көшпелі өзбектер мемлекетіндегі саяси дағдарыс ерекше шиеленісті. Өзбек хандарының иеліктерінде берекесіздік пайда болды деп жазады Ибн Рузби хан. 1469-1470 жылдары Керей мен Жәнібек өздерінің қазақтарымен бірге Моғолстаннан Дешті Қыпшаққа оралып, Ұлы даладағы саяси билік үшін күресті бастады. Шығыс Дешті Қыпшақтағы билік Ұрыс хан ұрпақтарының қолына өтті. Осы уақыттан бастап қазақ сөзі толықтай қазіргі қазақ халқының атауына айналды. Керей мен Жәнібек негізін қалаған қазақ хандығы осылай құрылды.